Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін кеше керемет отырысқа бардық. Жеребе, кейбір жерлерде айналмақ деп айтылады, біздерде жеребе деп айтылады. Ай сайын жеребеге барамыз. Жеребеде осындай керемет қазақ гриль деген осындай қойдың етін әкелді. Оны бөлшектеп, қалай бөлшектеп турап, қандай сүйекті, қандай етті кімдерге береді, оның барлығын түсіндіріп, керемет қып бізге ұмытылып баратқан қазақтың мал бөлшектеу, ет бөлшектеуді бізге керемет түсіндіріп айтты. Мына жерде қазір заманауиға байланысты керемет осындай қып свечаларын жағып, әдемі мынандай мұз ба бірдеңе, соның үстіне ыстық су құяды екен. Сол кезде мынандай керемет бу түтін шығады екен. Қазір осындай қызықты қылып, әдемі қылып подача береді екен. Әсемдеп осындай свечаларын жандырып, мынандай салқын түтін дейма, сондай керемет көріністерін жасап бізге түсіндіріп жатыр. Ұмытып баратқан дәстүр деп етін осылай духовкада пісіріп әкеледі екен. Ал ең қызығына келетін болсақ, ол қазақтың салт дәстүрі бойынша 4 түлік малдың бөлінген еті. Қазіргі уақытта көптеген дәстүрлеріміз ұмытылып бара жатыр. Соның бірі ет бөлу. Бұрынғы заманда қамы дұрыс бөлмеген жағдайда қадірлі қонақтарында бабаларымыз айтқандай, 6 жыл аш жүрсең де ата салдыңды ұмытпа деген. Малдың етін дәстүрлі бөлу оның 12 мүшесімен теңеседі. Әрбір бөліктің дастархан басында өз иесі болады. Ал енді көп созбайын, әдеттен озбайын, рұқсат берсеңіздер, өрт берсеңіздер. Сөйтіп күшті осындай отырыс болды. Бұл қойдың етін духовкада пісіріп әкеледі екен. Бұл жерде бөлшектеп өздері беріп отырады екен. Таныстырып, әр жілікті таныстырып, үлкендерге болады, жастарға ұстауға болмайды дегендей қылып. Оны қазіргі көп жастар ұмытылып қалып бара жатыр. Соны дәстүрді жаңғыртуға осындай керемет ұмытылып бара жатқан. Бұлар үлкен кісілерге, жастар қауымына ұстауға мүмкіндік, әсіресе тұрмысқа шықпаған қыздарға. Бұны үлкен кісілеріміз. Осылай қылып күшті қылып бөлшектеп, көрсетіп, түсіндіріп берді. Сол дәм сіңетін сүбеден, сол сүбені үлкен кісілеріміз жейтін болған, ол кісіге жұмсақ деп. Сүбені үлкен кісілер жейді, жұмсақ болғандықтан дейді. Жауырынды әйелдер қауымына. Асық жілік бабалардың үйінің қыздарына немесе келіндеріне ниет етіп беретін болған. Осындай керемет күріші бар екен, кисло-сладкий соусы бар. Осылай керемет отырыс болды. Біздің столда балалар топырлап кетті, балалар көп. Ұшып, керемет жеребеміз өтті, көңілді өтті, қыз-келіншектермен біраз әңгіме айтып, осындай отырыстар көп болсын. Қызым печенье жеп, ойнап, менің қасымда жүрді. Достарымыз көп болсын, осындай керемет сүр ет асты, дәмі деген енді керемет. Достарымызға көп рахмет. Келесі жеребеге, келесі Рамазан айына, келесі наурызға аман-есен жете берейік. Қыздар мерекесі құтты болсын. Осы 9 мартта болған. Керемет осындай.